Уақыт жоқ. Қазір емес. Артынан жасауға болады ғой. Бұйырған күні жасаймыз да. Осы сөздер сізге таныс болар. Біз кімді алдаймыз? Өзімізді ме? Иә, өзіміз қандай да бір қадам жасамай, бір орында отырғанымызға кінәламау үшін, өзімізден өзіміз ұялмау үшін, өтірік сылтауларды ойлап табамыз. Және біз дәл осылай ойлап, бірақ қалай ұялмай қыздырмай жарқын болашақтан үміттенеміз. Осылай өтеді. Уақыт өте береді. Көзімізді жұмсақ, бүгін ашсақ, ертең. Дисциплина. Шешім қабылдау кезіндегі адамның аса қатал тәртіпті ұстануы, дейді Википедия. Негізінде шындыққа жанасады. Әрине, дисциплина сөзін өзі біздің тілге аударсақ, тәртіп деген сөзді білдіреді. Тәртіпке бағынған құл болмайды дегендей, қазіргі қоғам белгілі бір тәртіпсіз бір тәулікке тұрмас еді. Себебі айтпаса да белгілі. Ал біздің ішкі дисциплинамыз, ішкі тәртібіміз түзу ме? Біз әрине армандаймыз және қадам жасауға талпынамыз. Айналамыздағы оқиғалар біз байлап жатады. Ешқандай кедергісіз өмір сүргіміз келеді. Бірақ бағдаршамның түсі әрдайым жасыл болмайды. Ондай жағдай болса, жүйе бұзылады. Дәл сол сияқты өмірде ешқандай жетістік қолайлы жағдайда уысымызға түспейді. Ал кейде тіпті жағдайымыз болып тұрса да, көңіл күйдің ниеттің жоқтығын сылтау қылып, мүмкіндікті пайдаланбай жатамыз. Бірақ адам психологиясы қандай да бір істі кейінге қалдыра берсе, ол іс бірнеше есе ауыр әрі азапты көрінеді. Бұл уақыт өте стресске әкеліп соғады. Брайан Трейстің «Сила самодисциплина» кітабында мынадай фраза бар. Жетістік пен бақыттың ең негізгі екі жауы қарсылық болмайтын және өзімізге қолайлы жол таңдау. Қазақша айтқанда, жеңілдің үсті. Ішкі дисциплинаға аналог келтіру керек болса, бұлшықетті алуға болар еді. Ол әрдайым жаттығу талап етеді. Немесе арықтау процесі, астан бас тарту, ішкі тәртіпте дәл солай. Бірақ біз еріншек болып қалыптасып қалсақ, оны қалай жаттықтырамыз? Жоғарыда аталған кітапта мистер Трейси мынадай нұсқаны ұсынады. Ең алдымен алдымызға ұсақ-ұсақ мақсаттарды қою керек. Мысалы, таңертең барлығымыз оятардың үнін естігенде, зығырданымыз қайнап, оны 5 қайтара айлатып барып төсектен тұрамыз. Ал егер сіз ол бірнеше рет шырылдағанда тұрсаңыз не болар еді? Кішігірім ғана ләззаттан айырылар едіңіз. Ал бұл катастрофа ма? Жоқ. Бірақ ішкі дисциплинаны ретке келтірмеу не нағыз катастрофа. Сондықтан да, құрметті оқырман, ішкі дисциплинаны ретке келтіріңіз. Егер осындай кішігірім миссияларын етамнан өтсек, одан қиындау тасымаларды орындай бастауға болады. Тәттіден зиян тамақтан бас тарту, тіпті тәртіп мықты болса, темекі мен алкогольді тастауға болады. Ішкі дисциплинаның тәртібі бойынша адам ішкі парадокс кезінде сезімге емес, ақылға берілу керек. Және менен жеке кеңес. Ішкі дисциплинаны дамыту үшін ақша жинау керек. Иә, біртүрлі естілер, бірақ адамның ең басты құмары бұл ақша. Ал сіз ақшаны жинап, оны көріп тұрып жаратпасаңыз, ішкі дисциплина дамай бастайды. Яғни сіз санаңызда теңселіп тұрған таразыдағы сезім мен ақылдың ішінен екіншісін таңдайсыз. Ал бұл деген ішкі тәртіптің іргетасы.